Бізде екінші сабақ темперирование шоколада. Ең маңызды сабақ, себебі шоколадты темперирование жасамаса, ол еріп немесе қатпай қалуы мүмкін. Ең бірінші, колебаут молочный шоколадтан бастаймыз. Ыдысымыздың жартысына шоколадты салып, микроволновкада ерітеміз. Егер сізде микроволновка болмаса, водяной баняда ерітсеңіз де болады. Микроволновкада 15-20 секунд сайын араластырып отырамыз. Шоколад температурасын 45-50 градусқа дейін көтеріп жеткізу керек. Шоколад толық еріген соң, тағы да үстіне шоколад қосамыз да лопатканың көмегімен қозғап отырып ерітеміз. Температурасы жайлап түсетін болады. 39-49 градуста тағы да шоколад қосамыз да лопаткамен араластырып отырып қозғаймыз. 31 градус болу керек шоколад температурасы. 31 градус болған кезде жұмыс жасай беруге болады.